әртүрлі болуы мүмкін. Жалпы иммун жүйесінің әлсіреуі. Ағзадағы зат алмасу процесінің бұзылуы. Ағзадағы темірдің артық жиналуы, яғни гемохроматоз деп аталады. Біздің ағзамыз артық темірді оңай шығара алмайды. Сондықтан ол бауырда, жүрекке және буындарда жиналып қалады. Сол кезде бауыр әлсірейді, қан қоюланып, қан деңгейі көтеріледі, ал буындар ісіп, ауыра бастайды. Мұндай жағдай кейде тұқым қуалауы мүмкін, ал кейде дұрыс тамақтанбау немесе темірге бай дәрумендерді шамадан тыс ішу салдарынан пайда болады. Мысалы, егер адам күн сайын темірі бар дәрумен ішіп, етті көп жесе, ағзада артық темір жинала бастайды. Мәселе еттің өзінде емес, оны көбіне көмірсуы көп тағамдар мен картоп, макарон сияқты бірге жеуде. Мұндай комбинация ағзаны әлсіретіп, зат алмасуды баяулатады. Не істеу керек? Темір қоспаларын шамадан тыс ішпеңіз.